балалардың барлығы артымызда шулап, жоғары жаққа кондер бар жерге шыға алмай отырудың басты себебі. Жалпы Кореяда кейбір кафелерде, асханаларда балалар кіре алмайтын жер бар екен, білесіздер ма? Біз де төбеге әдемі атмосфера жерге барғымыз келген, бірақ балалар кіруге рұқсат етілмеген екен. Екінші этажы бір әдемі да, сөйтсек мына жерге доқ кейді жондырып жазып, балалар кіруге болмайды деп. А негізі біз баламызбен бірге жоғары шыққымыз келген. Балалар кіре алмайтын жерде үлкендер не істеп отыр көреміз ба? Мына жердің әдемісін айтамын да, атмосферасы күшті ғой прям. Осыдан кейін шығар балаларды кіргізбейтіні. Негізі Кореяда бір емес, бірнеше жерде бар. Мен ойлаймын да, кәрістер өздері біреу екеу ғана туады. Мемлекеттен ойбай балалы болсаңдар, мынанша ақша берем деп әңгіме айтады. Ақша беріп балалы болсан деген қайтейін, мынандай жерлерде бала кіруге болмаса. Бастықтарының ойлауы бойынша қонақтарға кедергісін жасайды. Шулайды. Жүгіріп жүріп ыдыстарын сындырып кетуі мүмкін. Жүгіріп жүріп жарақаттануы мүмкін дегендері бар да. Баланың құқығынан айыру. Балаң бар болса, әдемі атмосфераны сезе алмау деген сияқты минус жақтары бар. Қалған мен Думан, біздің үйдегі Думан өте тыныш бала. Жатырқауық тыныш бала, далаға шықсақ, көшеге шықсақ, ол тып-тыныш болып қалады. Ол отырады, жүрмейді де. Өзімен өзі. Мен мысалы Думанды алып осындай жерге отырсам, тыныш отыра алатынмын да, оған жыным келеді менің. Біздің қазақтарға 4-5 бала-шаға болатын болса, осындай кәрістерде, онда білмеймін, бүкіл жерге Ноу-Ки-Джон деп үлкен жазып қоятын сияқты ғой. Бір баламызбен бірнеше жерге кіре алмай жүрміз. Сіздер де Кореяда жүріп осындай Ноу-Ки-Джон деген нәрсе көргенсіздер ма? Біздің елде бар ма? Немесе болғанын қалар ма едіңіздер?